Поэзия менің жүрегімде. Өріс ашқан сан кеме сан қайыққа, сонау өңкәр ақ толқын ақ жайықта кета деген балық бар. Уылдырық шашар кезде сол балық, қош жанары тұмандана толғанып, бәленбай күн жол жүріп, әбден шаршап болдырып, қолышына жаны біштен, жан жүйесі сыздатқан сағынышпен, көзінде тек аналық арман ойнап, жүзедеген үмітін алға байлап. Ол анық сезінеді, табиғаттың тамаша кезеңінде, сонау өңкәр ақжайық өзеңінде бұрынғыдай секіріп ойнамайтынын, жем іздеп тереңді шарламайтынын. Амал қанша, бұны да көру керек, ұрпақ үшін оған да көну керек. Кеталардың тағдыры қандай қатал, уылдырық шашқан соң өлу керек. Міне, бұл балық шынында да дара батыр. Әне оған жақын тұр заман ақыр, біледі ол, соның бәрін біле тұра, уылдырық шашуға бара жатыр. Қалса болды, ұрпағы жалғасы боп, тірліктің арнасы боп, өзелген соң денесінің шортан жесін, онда оның инедей шаруасы жоқ. Әттең шіркін, мүсінші болсам мен, ұзақ түндер кірпігілмей толғатар ем, ұрпақ үшін жүрегі жырлап өткен, ұрпақ үшін бар өмірін құрбан еткен, осындай алыптарға бір ғажайып ескерткіш орнатар ем. Өмір мынау, толғандаумен толған егес, ұрпақ жоқта арманың арман емес, тарланың тарлан емес. Өйткені ұрпақ тағдырына маңыздырақ, бізге дейін ештеңе болған емес, және бізден кейін де болмақ емес.